Сабақтың тақырыбы 2 және 5 сандарына көбейту және бөлу кестесін бекіту. 83-ші сабақ. Бүгінгі сабақта 2-5 сандарына көбейту және бөлу кестесін қолдануды үйренесің. Күн тәртібі. Алдымен ерте тұрамын. Әр бағандағы өрнектерді салыстырайық. Олардың мәнін табайық бірінші. 5 көбейту 7. Мәні болады 35. Келесі екінші бағандағы өрнегі 5 көбейту 6 қосу 5. 5-ке 6-ны көбейтеміз 30, 30-ға 5 болады 35. Яғни бұл бағандағы өрнектердің мәні бірдей. Тұрғаннан кейін сенің іс-әрекетің ол жуынасың. Бұл жерде әр бағанда 2 өрнек берілген, дұрыс құрастырылған ба? Салыстырайық. 3 көбейту 9. Біз білеміз, 3-ті 9-ға көбейтсек, болады 27. Келесі 3 көбейту 7, қосу 3. 3-ті 7-ге көбейтсек 21, 21-ге 3 қосамыз, болады 24. Яғни бұнда өрнектер жұбы дұрыс құрастырылмаған екен. Бұл жерді қалай түзетеміз? Дұрыс, бірінші 3-кі көбейтеміз 8-ді, оған қосамын 3-ті. Яғни 3-ке 8 көбейтсек 24, 24-ке 3-ті қосамыз, болады 27. Жуынып болғаннан кейін жаттығу жасаймын. Осындағы өрнектерді салыстырайық. 5 көбейту 8. Мәні болады 40. 5 көбейту 7 қосу 5. 5-ке 7-ні көбейтсек 35, 35-ке 5-ті қосамыз, болады 40. Бұл өрнектер жұбы дұрыс құрастырылған екен. Сенің күн тәртібіңде таза ауада серуендеу болу керек. Мұндағы өрнектер жұбын салыстырайық. 4 көбейту 8. Мәні болады 32. Келесі 4 көбейту 7 болады 28. 28-ден азайтамын 4-ті, мәні болады 24. Яғни бұл жұп, өрнектер жұбы дұрыс құрастырылмаған екен. Оны біз түзетейік. Қалай түзетеміз? Дұрыс, 4 көбейту 7, азайту 4 емес, қосу 4 амалына алмастырамыз. Сонда 4-ке 7-ні көбейтсек 28, 28-ге 4-ті қосамыз, мәні болады 32. Спортпен шұғылданамын. Бұл өрнектер жұбын тексерейік. 4 көбейту 7. Біз білеміз 28 екенін. Келесі 4 көбейту 6 болады 24. 24-ке 4-ті қосамын, мәні болады 28. Бұл өрнектер жұбы дұрыс құрастырылған екен. Келесі үй тапсырмасын орындаймын. Өрнектер жұбын тексерейік. 3 көбейту 9 болады 27. 3 көбейту 8 қосу 3. 3-ке 8-ді көбейтеміз, мәні болады 24. 24-ке 3 қосамыз, мәні болады 27. Бұл өрнектер жұбы дұрыс құрастырылған. Номер 3, 43-ші бет. Есепте. Келесі тапсырма есепті шығар және кері есеп құрастыр. Ол үшін алдымен кері есепті құрастыруды есімізге түсірейік. Алдымен бұл есептің шартын жазып, есептің мәнін табайық. Бір қорапта деген сөзін қысқартамын, 6 қарындаш. Ал 2 қорапта белгісіз қарындаш. Шешуі. Яғни бұл жерде бір қорапта 6 болса, екеуінде нешеу болады? Көбейту амалын қолданамыз. 6 көбейту 2, мәні болады 12. Қарындаш. Жауабы 2 қорапта 12 қарындаш. Енді осыған қарап, кері есебін құрастырайық. Жауабына қараймыз. 2 қорапта 12 қарындаш екенін білеміз, таптық, жазамыз. 2 қорапта деген сөзін қысқарттым, 12 қарындаш. Ал бір қорапта белгісіз болады. Бір қорапта белгісіз қарындаш. Яғни бірінші есепте ол белгілі болса,
екінші, яғни кері есеп құрастырғанда белгілі болғаны керісінше белгісізге айналдырамыз. Шешуі. Бөлу амалын қолданамыз. 12 бөлу 2. Себебі 2 қорапта 12 қарындаш болғанын білеміз. Ал біреуін табу үшін біз оны бөлуіміз қажет. Сонда 6 қарындаш болады. Жауабы: 1 қорапта 6 қарындаш. Әрі қарай екінші кері есепті құрастырайық. Ол үшін біз бұл кезде қорап санын табамыз. Біз білеміз, барлығы 12 қарындаш. 12 қарындаш. Әр қорапта 6 қарындаш. Сонда қорап саны нешеу? Қорап саны белгісіз. Шешуі. Қорап санын табу үшін барлығы 12 қарындаш екенін білеміз. Әр қорапқа 6-6-дан салады. Сонда 12-ні біз бөлеміз 6-ға. Сонда 2 болады. 2 дана. Жауабы: қорап саны 2 дана. 2 дана. Кері есептерді осылай шығарады. Номер 2-нің б-сы 43-ші бет. Есепті шығарып, оған кері есеп құрастыру керек.